Сәлеметсіздер ме, құрметті 7-ші сынып оқушылары. Бүгін бізде қазақ тілі пәні бойынша 90-дық жиынтық бағалау. Біз сіздермен ауа райы және климаттық өзгерістер, көшпенділер мәдениеті бөлімдері бойынша жиынтық бағалау жазған болатынбыз. Бүгінгі 90-дық жиынтық бағалау денсаулық, зор байлық бөлімі бойынша жүргізіледі. 90-дық жиынтық бағалау жұмысының жазу ұзақтығы 40 минут. Оқылым тапсырмаларын орындауға 15 минут. Жазылым тапсырмаларын орындауға 25 минут беріледі. Барлық балл саны 15. Тапсырмалар түрлері: көп таңдауы бар сұрақтар, қысқа жауапты қажет ететін сұрақтар, толық жауапты қажет ететін сұрақтар. Жиынтық бағалаудың құрылымы: 90-дық жиынтық бағалаудың нұсқасы 2 компоненттен тұрады. Біріншісі оқылым және әдеби тіл нормаларын, екіншісі жазылым және әдеби тіл нормаларын тексеруге арналған. Біріншіден, 90-дық жиынтық бағалау тапсырмаларының сипаттамасымен танысып алыңыздар. Оқылым тапсырмаларының оқу мақсаттары: мәтіндік және графиктік ақпаратты интерпретациялау, публицистикалық және ресми стиль ерекшеліктерін қолданылған тілдік құралдар арқылы тану, жалғаулар мен шылаулардың ерекшелігін ескере отырып, үндестік заңына сәйкес орфографиялық нормаға сай жазу. Жазылым тапсырмаларының оқу мақсаттары: мәтін құрылымын сақтай отырып, графиктік мәтін түрінде берілген процесті сипаттап жазу, жанрлық және стильдік ерекшеліктеріне сай көркемдегіш құралдарды орынды қолдана отырып, шағын мақала, нұсқаулық, әңгіме құрастырып жазу. Жалғаулар мен шылаулардың ерекшелігін ескере отырып, үндестік заңына сәйкес орфографиялық нормаға сай жазу. Тапсырма түрлерін жаңа айтып кеттім. Оқылым тапсырмаларын орындағандарыңыз үшін 10 ұпай, жазылым тапсырмасын орындағандарыңыз үшін 5 ұпай аласыздар. Оқылым тапсырмалары: мәтінді мұқият оқып шығып, берілген тапсырмаларды орындаңыздар. Сіздер мәтінді оқып шыққаннан кейін төменгі жағында тапсырмалар беріледі, сол тапсырмаларды орындауларыңыз қажет. Қазір мәтінді мен сіздерге бір рет оқып берейін, мұқият тыңдап алыңыздар. Мәтіннің тақырыбы: Қазақстанның дәрілік өсімдіктері. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы өсімдіктерден алынған дәрілерге өте үлкен мән береді. Өйткені көптеген кедей мемлекеттер халықтарының дәріханалардан дәрілер сатып алуға шамалары жоқ. Сондықтан олар бұрынғыша емдеудің дәстүрлі әдістерін қолданады. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының зерттеуі бойынша, дүниежүзі халқының 80% осындай жағдайда. Кейбір Азия мемлекеттерінде, мысалы Қытай Халық Республикасы, Жапония, Индия, бұрынғыша қазіргі заманғы медицина жетістіктерімен қатар халық емшілерінің емдерін кеңінен қабылдауда. Соңғы жылдары дамыған елдерде ауырған адамдардың көбісі табиғи жолмен алынған дәрілерді артық көре бастады. Мысалы, Жапонияда фармацевтикалық жолмен алынған препараттарды сатып алу 2,5 есе өссе, табиғи жолмен алынған дәрілер 15 есе өсті. Қытайда 1993 жылы өсімдіктерден алынған дәрілер сатудың жалпы бағасы $2,5 миллиард болды. Америка Құрама Штаттарында дәрігерлердің жазған рецепттерінің 25% өсімдік препараттары. Халықтың арасында сұрау жүргізгенде, сол мәлімет берген адамдардың Голландияда және Бельгияда 60%, Англияда 74% қосымша медицинаны халықтың пайдалануға мүмкіншілігі болуы керек деген. Қазақстанда дәріханаларда
сатылатын қымбат дәрілердің 70-90% шет елдерден әкелінген. Өз елімізде дәрілік өндірісті дамыту үшін әрине көп уақыт керек. Ол үшін медицинада дәрілік өсімдіктердің өздерін кеңірек пайдалану керек. Мәтін бойынша тапсырмалар экранда көрсетіліп отыр. Бірінші, екінші, үшінші тапсырмаларда сіздер дұрыс нұсқаны анықтайсыздар. Төртінші тапсырмада не себепті дәрілік өсімдіктерге сұраныс артып отыр? Мәтіннен бірнеше дәлел келтіріп, 4-5 сөйлеммен жауап жазасыздар. Келесі тапсырмалар 5-ші, 6-ші, 7-ші тапсырмаларда дұрыс нұсқаны анықтайсыздар. 7-ші тапсырмада халықтардың бұрынғыша емделудің дәстүрлі әдістерін қолдануына көзқарасың қандай? Жақтау немесе келіспеу себептерін 4-5 сөйлем арқылы жеткізесіздер. Жазылым тапсырмасы. Төменде берілген тақырыптардың біреуін таңдап, тиісті құрылым мен стильді қолдана отырып, жазба жұмысын жазыңыз. Шамамен 150 сөз болуы тиіс. Тақырыптар: атмосфераның ластануы туралы журналға мақала жазуларыңызға болады. Денсаулық баға жетпейтін жалғыз ғана асыл дүние. Ол жақсы болу үшін не уақытты, не күш-жігерді, не еңбекті, тіпті барлық дүниені аямай жұмсау керектігі туралы мақала жазыңыз. Үшінші, адамның дені сау болу үшін не істеу қажет екендігі туралы нұсқаулық жазыңыз. Яғни, сіздер өздеріңіз осы жерден таңдап, тиісті жазба жұмысын орындайсыздар. Мақала жазуларыңызға болады, немесе нұсқаулық жазуларыңызға болады. Оқылым тапсырмалары бойынша міндетті түрде дескрипторларға сүйеніңіздер. Бірінші, екінші, үшінші тапсырмаларда дұрыс нұсқаны анықтағандарыңызға 1 балдан беріледі. Төртінші тапсырмада міндетті түрде сіздердің жауаптарыңыз ескеріледі, оған 2 бал беріледі. 5-ші, 6-ші, 7-ші тапсырмаларда нұсқаларды дұрыс анықтағандарыңызға 1 балдан аласыздар. 8-ші тапсырмада бұл жерде де сіздердің жауаптарыңыз ескеріледі, 2 бал беріледі. Оқылым тапсырмалары бойынша барлығы 10 ұпай. Жазылым тапсырмалары бойынша мына сипаттамаларды оқып танысып алыңыздар. 1, 2, 3, 4, 5 бал сіздерге не үшін беріледі? Құрметті оқушылар, жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін. Сау болыңыздар.